Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пазл жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google бағдарламасына создать пазл деп жазамыз. Найдиді басқаннан кейін ең бірінші болып қайсысы шығады, соны басамыз. Ең бірінші болып бізде конструктор пазлов бесплатно без регистрации деген шықты. Соны үстінен басамыз. Міне бізде ашылды. Енді осы жерге пазл жасау үшін, яғни төмен қарай түссеңіздер, создать свой пазл из любой картинки или фотографии, яғни кез келген сурет немесе картинка қоя берсеңіздер болады. Загрузить изображение деген жерге өздеріңіздің жаңағы дайындаған картинкаларыңызды немесе өздеріңіздің суреттеріңізді қоя берсеңіздер болады. Загрузить изображение басамыз. Бұл жерде выбрать файл дегенді басамыз. Яғни суретке түсіресіздер ма, немесе картинканың ішінен таңдайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Мен картинка дайындаған болатынмын. Бұл яғни природаға байланысты картинка. Міне біз басқаннан кейін осылай 6 бөлікке бөлінді. Енді оны ауыстыра берсеңіздер болады. 45 және де 66, одан да көбейтіп. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңызша. Осы пазлды сабақта пайдалансаңыздар болады. Мысалға, оқушыларды екі командаға бөліп, география сабағынан қорықтарды өтсеңіздер, екі қорықтың суретін шығарып, екі командаға беріп, яғни белгілі бір уақыт ішінде пазл құрастыру қажет деп ойнатсаңыздар болады. Бұл пазлды шығару үшін қалай жасаймыз? Яғни, бұл жерде скачать деген батырма жоқ, сол себепті скрин жасаймыз. Скрин жасағаннан кейін ол скринді Word бағдарламасына саламыз. Word'да сіздер жаңағы пазлды размерін үлкейтіп, кесетін жерін кесіп, цветной принтерден распечатка, яғни шығарып алсаңыздар болады. Және де сабақта пайдалана берсеңіздер болады. Бұл сабақты қызықты өткізудің тағы да бір әдісі. Бұл әдісті тек қана оқушыларға ғана емес, сонымен қатар балабақшадағы балаларға да ойнатсаңыздар болады. Оларға жеңілдетілген суреттер, яғни жануардың суреті немесе алманың, алмарттың суретін және де 6 бөлікке бөліп ойнатсаңыздар болады. Егер менің каналымдағы әдістер, ойындар сіздерге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.